Қайырлы күн оқырмандарым. Сіздерге кеше өзіңді еш себепсіз жақсы көрді тақырыпта видео салған боладымын. Алла қаласа енді сіздерге уәде бердім. Өзіңді кішкентай менді қабылдау атты проработканы қазіргі таңда мен сіздермен жұмыс жасатамын. Міндетті түрде өзіңізбен жұмыс жасаңыз. Бұл техникалардың барлығын кезінде ақылы түрде өттік. Қаншама адам нәтижесін көрді, қаншама адамның алғысын алдық. Енді сіз де өзіңіздің өміріңізге қабылдап көріңіз. Егер де осы видео сіздің алдыңыздан шығып тұрса, онда сіз міндетті түрде жасаңыз. Себебі именно осы нәрсе сізге дәл қазіргі уақытта қажет болған шығар. Қазір енді мына жер планетасында сондай энергияның күшті жүріп жатқан кезеңі, біз не ойлаймыз, нені қабылдағымыз келеді, именно менің дәл қазіргі өмірімде болып жатқан ситуацияға байланысты біз именно осындай подкасттарды, осындай видеоларды энергия деңгейінде тартамыз. Именно сіздің алдыңыздан осы видео шығып жатса, онда міндетті түрде қабылдап, өзіңіз өміріңізге жасап көріңіз. Қазіргі таңда көптеген психолог мамандар осы техниканы жеке консультацияларында, өмірлерінде клиенттерге жасатып жатады. Ал сізге енді именно осы практиканы тегін беріп тұрғаннан кейін, енді тегіннің қадірі болмайды, бірақ та сіз шынайы түрде қабылдап өзіңіз жұмыс жасап көріңіз. Онда кеттік. Баршаңызға сәттілік. Енді біз кішкентай менді қабылдау техникасын ең бірінші біз терең тыныс аламыз, қыздар. Мен сіздерге керемет күшті техниканы айтайын. 4, 7, 8. Именно 4 деген кезде біз демді ішімізге аламыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4 деп дем аламыз и ішімізде ұстап тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дегенге дейін ұстап тұрамыз. Сосын ұзақ 8-ге дейін шығарамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Өстіп 3 рет жасаймыз, бірақ көзді жұмамыз. Мен сіздерге қазір айтып отырам, именно осы техниканы көзді жұмып отырып жасаңыз, я? Мен сізге көзіңізді жұмып отырғанда әркім өзінің атын айтсын, әркім өзінің атын елестетсін. Жақсы ма? Онда кеттік. Терең дем аламыз, көзімізді жұмамыз. Ең бірінші көзімізді жұмамыз да терең тыныс аламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Шығарамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тағы да дем аламыз. Ішке тартамыз демді. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Шығарамыз демді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп. Тағы бір рет, 3-ші рет дем аламыз. Енді сіз қазір көзіңізді жұмып отырсыз. Көз алдыңызға өзіңіздің кішкентай кезіңізді елестетіңіз. Сіздің кішкентай кезіңіз, жасыңыз қаншада? Әр адамның жасы осылай сұрақ қойған кезде әртүрлі шығуы мүмкін. Біреу 5 жаста, біреу 7 жаста, біреу 8 жаста, біреу 13 жаста, біреу 15 жаста деген сияқты. Именно сіз өзіңіздің жасыңызды қазір қасыңызда парақ болса кейін жаза жатарсыз, бірақ есіңізге сақтаңыз. Проработка біткеннен кейін жекеме шығып хабарлассаңыздар болады. Именно жасыңыз қанша жаста? Айгүл деп осы есімді алайын. Айгүл жасы 7 жаста. Қазір дәл сол 7 жаста Айгүл не істеп жүр? Көз алдыңызға келді ма бейне? Ойнап жатыр ма? Мектепте жүр ма? Сурет салып жатыр ма? Көз алдыңызға елестетіңіз. Терең дем ал. Көңіл күйі қалай Айгүлдің? Мән береміз, қыздар. Көңіл күйі көтеріңкі болуы мүмкін. Не болмаса жабырқап, өзі ойға батып, сондай көңіл күймен тұруы мүмкін. Үстінде қандай киім бар Айгүлдің? Көз алдыңызға елестетіңіз. Елестетеміз, қыздар, барынша. Қандай көңіл күймен тұр? Үстіне қандай киім киіп алған? Сол киіміңізді елестетіңіз.
Сіздің үстіңізге киіп тұрған киіміңіз ұнай ма? Әлде ұнамай ма? Көңіліңіз сондай көтеріңкі ма, жоқ жабырқаулы ма? Оған да мән беріңіз. Өзіңізді сырттай бақылаңыз. Өзіңіздің кішкентай менімен қауышыңыз. Прям екі қолыңызбен құшақтап отырып, енді бар күшімізді жинаймыз да, өзіміздің әркім жасап отырған, осы практиканы жасап отырған қыздар, әркім өз есіміңізді айтыңыз. Бар күшімізді жинаймыз да, Айгүл. Айгүл деп 2-3 рет айтыңыз, өзіңіздің даусыңызды шығарыңыз. Осы уақытқа дейін көп адам өзімен қауышпаған, өзін ұмытып қалған, өзін жоғалтып алған адамдар өте көп келеді алдыма. Айтып көріңіз. Айгүл, жаным, күнім, мен сені жақсы көремін. Сен қалай барсың, мен сені солай қабылдаймын. Мен сенің ылғи қасыңда болдым. Сен қиналған сәтте, сен қуанған сәтте де мен сенің қасыңда болдым. Мен сені ешқашанда ешқайда тастап кеткен емеспін. Көз алдыңызға елестетіңіз. Осы кезде адамға, жасап отқан адамға неше түрлі эмоциялар келуі мүмкін. Жаныңыз жабырқап жылауы мүмкін, жаныңыз ашып кетуі мүмкін. Қандай сезімдер келді? Бақылап бастаңыз. Ал кейбір адамдарда ешқандай эмоцияға ерік бермейді, бір қалыпты болуы мүмкін. Ал егерде сіздің көңіл күйіңіз түсіп, прям қатты жылағыңыз келсе, жылаңыз, шығарыңыз. Себебі сіз өзіңіздің ішіңіздегі кішкентай сәбимен қауыштыңыз. Прям жақсы көріңіз. Жаным, күнім, не айтқың келеді сол сәбиге? Не нәрсені сезіндіргіңіз келеді? Не нәрсені ұғындырғыңыз келеді? Мен сені ешқашан тастаған емеспін. Ылғи мен сенің қасыңда болдым. Бірақ та мен әркімнің көңілін табу үшін, қайын жұрттың көңілін табу үшін, баланың көңілін табу үшін, күйеудің көңілін табу үшін, әріптестерімнің көңілін табу үшін, мен сені жалғыз тастаппын осы уақытқа дейін. Мен саған мүлдем көңіл бөлмеппін. Жаным, күнім, кешір алсаң мені кешірші. Себебі мен әркімнен внимание іздеп жүріппін. Әркім мені мақтаса екен, әркім мені жақсы көрсе екен деп, әркімге жалтақтап осы уақытқа дейін өмір сүріппін. Мойындаймыз, қыздар. Барынша мойындаңыздар. Сіз мойындаған кезде ғана барып, ішіңіздегі кеуде тұста тұрған, тамағыңызда тығылып қалуы мүмкін қазір жасап жатқан кезде. Кеуде тұсыңызда тұрған бүкіл блоктардың бәрі шығады. Жылаңыз. Жылаңыз келсе, қатты жылаңыз. Шығарып алыңыз. Сезін алдыңыз ба? Терең дем аламыз. Егерде осындай ахлеп, үхлеп шығарғыңыз келсе, прям 2-3 рет тоқтамай. Екі қолыңыз прям сілкіп отырып шығарып тастаңыз. Іштегі жаман, негативный эмоцияларын бәрін шығарыңыз сыртқа. Агрессияның бәрін шығарыңыз. Все, болды. Мен түсіндім, жаным, күнім, мен сені таптым, мен сенімен қауыштым. Мен бүгіннен бастап сені қабылдаймын. Сен қалай барсың, мен сені солай қабылдаймын. Түріңнен айналдым сол. Сұлуым менің, ақылдым менің. Егерде мен саған осы уақытқа дейін көңіл бөлмесем, сен мені кешірші. Себебі мен осы нәрсені түсінбеппін. Мен именно сенің бар екеніңді ұмытып кетіппін. Прямо соны айтыңыз да, өзіңізбен қауышыңыз. Жақсы көріп қабылдаңыз. Терең дем аламыз. Жаймен көзімізді ашамыз. Көзіміздің жасын сүртеміз. Өзіңізбен қауыштыңыз. Мен сізді құттықтаймын. Себебі сіз өзіңіздің ішіңіздегі кішкентай сәбиіңізді таптыңыз. Сіз өзіңіздің ішіңіздегі кішкентай сәбимен қауыштыңыз. Именно осы практиканы жасап отырған қыздар, бүгін сіздерге тапсырма,
осы терапиямен жасағаныңыз үшін, өзіңізге керемет күшті бір мүмкіндікті бергеніңіз үшін міндетті түрде өзіңізге сыйлық жасаңыз. Не нәрсе жегім келіп тұр? Бүгіннен бастап мен әр келген клиентіме айтам. Бүгіннен бастап сіз 3 жасар кішкентай бір қыз туып алдыңыз деп ойлаңызшы деймін. Кішкентай Айгүл, кішкентай Айнұр, кішкентай Жазира, кішкентай Сандуғаш, мейлі ол маңызды емес. Қандай клиент келді, мен әр клиентке айтам. Бүгіннен бастап сіздің қасыңызда кішкентай 3 жасар қыз бар. Сол қызды ешқашан жадыңыздан тастамаңыз. Сол қызды қуантуға тырысыңызшы деймді. Именно осы ситуациядан кейін ертесі шынымен де сұрақ қойып бастайды. Не жегің келіп тұр, не қалап тұрсың? Ол жерде біз эгомыз өседі деп қыздар қорықпаңыздаршы, өтініш. Кішкентай ғана бір жегісі келген бір балмұздағын алып беріңіз. Менде бір клиент болды. Жазира ханым, мен ертесі сұраған кезде, Ләззат еді есімі, не нәрсе жегің келіпті, не нәрсе істегің келіп тұр десем, Ләззат, мен қолыма браслет алғым келді деді. Жақсы, жарайды деп магазинге барып браслет әпердім деді. Одан кейін ертесі 3-ші күн тапсырмасында не істегің келіп тұр деп едім, паркке барайықшы деп айтты деген ішкі дауысты естідім дейді ғой. Мен өзімнің ішімде өзімнің бар екенімді ұмытып қалыппын деп еңіреп жылады. 1 сағат алдында отырып жылады. Өзімен табысқаныма қуаныштымын деп, прям сондай керемет күшті состояние болды да сол кісіде. И бұл тапсырманы 3 күн жасаңыз, қалауыңызша жасаңыз. Қалауыңызша сіздің ішіңіздегі потенциал ашылмайынша, ішіңіздегі рухыңыз прям рахаттанып, жаныңыз рахаттанғанша, жасағыңыз келгенше жасай беріңіз бұл техниканы. Ешқандай ода бір мерзімі жоқ, тұрып қалған. Жаныңыз рахаттанып, прям эмоция көтеріліп, сондай бір қуанышты сәтке келіп, энергияңыз көтерілгенше осы техниканы жасай беріңіз. И сосын көресіз, Алла қаласа, керемет күшті, мықты, Алла қаласа, өзімен табысқан, өзімен шынайы бақытты сезінген, айналасына әлемге шуақты шаша білетін сондай керемет жандар шығады. Бүгінгі күндеріңізге онда сәттілік, барлығыңызға сондай керемет күшті бір қайырлы практика болсын, міндетті түрде өмірлеріңізде қолданып көріңіздер. Айтпақшы қыздар, егерде именно осы практиканы тереңірек ұғынғыларыңыз келсе, менің жекеме шықсаңыздар болады. Жекеде бұдан да керемет күшті практикалар бар, проработкалар бар. Өмірлеріңізге разбор жасаймыз. Ол енді арнайы маманмен жасалған практика мүлдем басқаша болады қыздар. Егерде қолыңыздан келіп жатса жасап көріңіз. Ал егерде бұдан да тереңірек проработкалар алғыларыңыз келсе, менің жекеме шықсаңыздар болады. Оған жекеме разбор деп жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде разбор жасайтын боламын. Арнайы бізде мастер-класстар бар, 1 айлық. Сол 1 айлық мастер-класста да осындай терең проработкалар жасаймыз. Оған қатыссаңыздар да болады. Access Bars бар. Access Bars'та сіз полностью бойыңыздағы, тәніңіздегі, жаныңыздағы тұрып қалған блоктармен жұмыс жасаймыз. Энергия чистка жасаймыз. Егерде осы нәрсенің бәрін қажет деп тапсаңыз, жекеме шығып жазсаңыз болады. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Әрбір салған видеом сіздің алдыңызға шығып тұратын болады. Мүмкіндігінше алған әсеріңізді комментарийға жазсаңыз, мен тіпті қуанып қалар едім. Рахмет, сәттілік баршаңызға.